Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Анаргүл, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен әйгілі фунчоза салатын өзімнің жасау тәсілімен бөлісетін боламын. Әрине бұл салатты білмейтін адам жоқ шығар, бірақ та әркімнің өзінің жасау тәсілі бар. Мен өзімнің жасау тәсілімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарап, менің видеома қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Бізге керекті өнімдердің барлығын алдымен ұзынша солонка етіп, ұзын етіп турап алдым. Бізге керекті өнімдер фунчоза, қияр, ет, болгар бұрышы, менде сары және қызыл, сәбіз, пияз, сарымсақ және дәмдеуіштер керек болады. Ең алдымен фунчозамызды қайнаған ыстық су құйып 5-10 минутқа қақпағын жауып қойып қоямыз жұмсарғанша. Қызып тұрған майымызға етімізді салып, жақсылап қуырамыз. Содан соң кішкене су құйып, еті жұмсарғанша бұқтырып қоямыз. Бір 15-20 минутқа. Етіміздің суы тартылғаннан соң жуамызды салып, жақсылап қуырамыз. Жуамыз сарғая бастаған соң сояуи соусымызды қосып, тағы да 5 минуттай қуырамыз. Содан соң сәбізімізді болгар бұрышын салып 5 минуттай қуырамыз. Көп қуырып қажет емес. Кішкене ғана бір 5 минуттай қуырсаңыздар жеткілікті. Содан соң фунчозамызды суын төгіп, міндетті түрде фунчозамызды салқын суға жуып аламыз. Салқын суға жумасаңыздар фунчозаларыңыз жабысып қалуы мүмкін. Дайын фунчозамызға подливымызды салып, осылай салып, сарымсағымызды салып, қиярымызды салып, дәмдеуіштерді қосамыз. Менде паприка, қара бұрыш, фунчозаға арналған дәмдеуіш, тұз және кристаллик. Барлығын жақсылап араластырамыз. Дәміне қарай көресіздер, егер тұзы аз болып жатса, тағы да тұз қосып, дәміне қарай дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Мінекей біздің салатымыз дайын, өте оңай әрі дәмді салат. Мен өз жасау тәсілімен бөлістім. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Анаргүл. Менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгін басып қойды ұмытпаңыздар. Менен шығатын керемет рецепттерді жіберіп алмас үшін.